Иә, достар, сәлем. Біздің каналымызға қош келдіңіздер, яғни Жансая Еркінбек қызының каналына қош келдіңіздер. Қоймай жатырсыздар ғой, сәл шыдай тұрыңыздаршы, қолымыз тимей жатыр десек, үйіңізге рум-тур деп, ал жарайды. Сіздердің көңілдеріңізден шайық деп өткенде Жансаяның каналына рум-тур жасадық. Осы сатып алған үйімізге, яғни ЖК-ға рум-тур жасадық енді. Ал енді бүгін кішігірім үйімізге рум-тур жасап, сіздерге таныстыра өтейік. Бұл бірінші кірген кезде айна, бұл жерде өзіңізді көріп кететін боламыз. Иә, достар, осы жерге біз осындай эстетичный қылып айна салдық. Бұның әлі жасалатын кем-кетік жерлері бар, оның бәрін жасап аламыз. Оның мынандай Жансаяның өзінің таңдағаны. Осындай 3 түрлі түсте жанады. Теплый, белый, одан кейін кішкене жарықтау түсте, иә? Бұл бізге үйге кішкене есіктен кіріп келген кезде жылулық сыйласыншы деген оймен осындай кіре сала әдемі айна жасатты біздің Жансая. Ал енді бұл жерді өткенде де көрсеткен болатынбыз. Бұл жерде осындай кіре сала осындай үлкен әдемі шифонер бар, шкаф дейма, прихожка дейсіздер ма. Бұл жерде бізде общий, жалпы бәріміз тұтынамыз мына есікті. Мына есік біздің ұлдардікі. Мына жақта киімдері ілініп тұрады. Мына жақта қыстық киімдер, челлендждің киімдері. Одан кейін кіре сала есіктен солға бұрылсақ, ханшайымдар бөлмесі. Бұған біз жеке тоқталмай қояйық, өткенде жеке өзін ғана Жансая таныстырған болатын. Бұл жерге жаңадан ешнәрсе қоспадық. Бірінші осы үйге келе салысымен жабдықтаған бөлмеміз осы Жансаялардың 3 ханшайымның бөлмесі. Бұл жерге қосылғаны тек қана осындай подсветка. Әкесі Жансаяның кітап оқығанды жақсы көретін біледі, сол үшін Жансаяға осындай подсветка жасап берді. Қасында ұйықтап жатқан, жоғарыда ұйықтап жатқан Аяла мен Альбинаға кедергі жасамасын деген мақсатпен осындай подсветкасын жасап берген болатын. Өзі осы жерде отырып түнімен жұмысын жасай береді бұл қыз. Қалған бәрі өздеріңізге түсінікті ғой. Мына жерде білесіздер, қыздардың сабаққа дайындалатын шкафчигі, мына жақта киімдер тұратын шкафы. Мына жақта жалпы 4-еуінің де киімі, садикке баратын, ұлдың, қыздың киімдері, күнделікті мектепке киетін ғана киімдері тұрады бұл жерде. Мен ана қуысқа өзімнің Каспийден заказ берген осы күшті комплекті, қонақтарға осындай комплект көрпе, жастық заказ берген болатынмын. Осыны осы қуысқа сыйдырдым. Қыздарға кедергі жасамайды ғой деп, осы бұрышты құр тұрмасын деп, оның үстіне мына жерден түсіп шыққан кезде мен уайымдайтын едім, мына жаққа қарай құлап кетпесе екен деп. Осыншама ашық жер қалып кеткен еді. Сол жерге мен өзімнің осы көрпе жастықтарыммен бекітіп тастадым. Енді құлайды деп уайымдамай. Жалпы Аяланың төсегін білесіздер, Жансаянкі, астында Альбинашка. Ал енді әр қарай. Келесі мұна бұрышта пелесі осындай көмекші заттарымыз тұрады. Енді пелсос кез келген үйінде бар ғой, ары қарай. Мына жақта туалет бар. Тіке даладан есіктен кіре сала, тіке осындай бізде қол жуатын, шомылатын бөлмеміз. Бұл жерде осындай қыздардың сәндеуімен. Мен ондай майта шүйделерге қазір қарамайтын болған. Бізде қыздар сәндеп, өздері эстетикасын келтіріп жатады. Иә, осының не керегі бар десем де қоймайын, әкесі екеуі таңдаған жапырақтары ғой. Әкесі оны әдемілеп жасап беріпті. Бұрышта осындай орын алып тұр. Айтып жатырмын ғой, Жансая осындай майда шүйде эстетикаға қатты мән береді. Осы қыз өскелі бері мен бәрін де жинастырдым. Осы қызға сенем. Әкесіне де айтам, Жансаяны алып кет, сол таңдайды деп. Бұл жерге диванды орналастырдық. Бұл диванды білесіздер, біз квартирада жүрген кезде алған болатын. Біз қыздар жерде домалап жатпасыншы, қыздардың бүйрегі соқтап қалмасын деп осыны қыздарға алған болатын біз. Бұл енді бізде ұлдарға тиді. Болашақта бұл жерге үлкендеу диван қарастырып жатырмыз. Ол болашақта. Мынау екі кішкентайдың ойнайтын бұрышы. Одан кейін, достар, біз осындай ТВ зона жасаттық. Жұмысы кеше бітті, иә?
біз әлі сувенир таңдауға шыққан жоқпыз, айтып жатырмын ғой. Садик, балабақша, мектеп деп қол тимей жатыр. Осындай әдемі видпен алдымызда мектеп және осындай жаңа теледидар зонасын жасаттық. Мына жерде балдарға ыңғайлы болсын деп осындай заказбен жасаттық. Осы бір резетканы біздің үйде білесіздер, сіздерде де сол проблема шығар достар, резеткаге талас қой. Бәріне мойнына бір резетка іліп берейін ба деп әкесі күлуші еді. Мына жерге жасап бердік, енді таласпай қоя беретін шығар. Және де витамин шекерді демейді, жасына ғана тұрады. Иә. И сосын маманың бөлмесі. Иә, осы сияқты көрсетеміз ба? Мынау бізде менің жеке бөлмем. Бұл жерге де әкеміз шкафпен айна қосып берді. Оны өшіріп тастадым. Ол үшін тоққа жалғау керек. Тоқтан алып суырып тастаған болатынмын. Бұл да сол Жансаяның таңдауымен жанып өшетін LED айна. Короче, ол емес, мен мына жаққа өзіме светильник алып қойған болатынмын. Сонда да Жансая мынаны да алайық деп оны да алдық. Бұл жерде білесіздер, мынандай шкаф еді, дайын осындай шкафмен еді, дайын ремонтпен алған болатынбыз үйді, иә. Енді мына жерде диван алдым мен, бұл бөлмеге тек қана диван алдым, шкафчик алдым, тремодима және айна алдым. Басқасының бәрі осы үйде бірге сатып алған заттар. Келесі бізде ас бөлме. Ас бөлмемізде бізде осындай тоңазытқыш, өзіме бөлек жеке теледидар қойып берді әкеміз. Мына жерде білесіздер, бұл жерді видеолардан да көріп жүрсіздер ғой. Осындай аппақ түсті ас бөлме маған қатты ұнайды. Бұрыннан ұнататынмын. Бұрын менің махаббатым қызыл түске түскен болатын. Ертең ауылға барсам да, ауылдағы үйдінде осындай ас бөлменің сөрелерін бәрін ақ қылып тастайтын шығармын. Енді көреміз. Сонымен осындай бізде сосын достар газ. Мына жерде бір маған ұнаған жері электрический газ болып шықты. Маған бұл жер ұнағанда да енді жалпы қауіпсіздік қой. Бізде білесіздер, Мұхаммед бар, Альбина бар. Альбина қазір өсіп ондайын қойды. Бізде Мұхаммед тамақ істеп жатқан кезде, енді әзір енді жай-жай қойып келе жатыр ғой. Тамақ істеп жатқан кезде келіп газымды бұрап кете беретін. Сондықтан үнемі мен газ плитаның қасында осылай стол қойып қасында отыратын тұғым. Не видео монтаждап отырамын, не кітап оқып отырамын. Әйтеуір бірдеңемен айналысып отырамын, бірақ тамағымды күзетіп отыратын тұғым. Мұхаммед өйткені қосылып тұрған газды көреді де, мынандайларын қызық көріп, өшіріп қосып бұрап солай жасап кететін. Бір елі артынан қалмайтын едік, Мен базарға продукт әкелуге кеткен күнде де мына бала-шағаның мойнында, соның артында қуып жүгіріп, аңдып жүру. Ал енді осы жерден мен ұтқан сияқтымын, маған қатты ұнады. Мына жерде бұрауды да қойды ол. Мүлдем газды ұмытты ғой. Короче, газдың жоқ екенін білді да, газды ұмытты. Сосын бізге тағы да ұнағаны осындай ас бөлмеден кішкентай ғана балконға осылай шығып кетуге болады. Аздап ауа жұтып. Ауа жұтпаған күнде де жаңағыдай күнде азанда бұл жерге шығамын да мен ауа райын тексерем ғой. Осылай тұрам. Бүгін ауа райы қандай? Альбинаның үстіне не кигізем? Бүгін жылылау сияқты қатты қомытып қалың кигізбей қояйын деп осы жерден біліп тұрам. Мына жерге де краска әкеп қойдық, бірақ оны сырлауға уақыт болып жатқан жоқ. Сырлаймыз бұны да. Осы бізде мені мынау кішкентай ғана саунамды білесіздер, кеше түскен болатынбыз. Сол күйі оны жинамаппыз. Осы балконда кім көрді? Жансая мен Аяла, осы жерде айта салайыншы, айта берейін ба. Жансая мен Аяла балконға шығуға, жалғыз шығуға қорқып қалды, достар. Әкеміз дұрыстап қойды, замогының бәрін дұрыстап жөндеп қойды, бірақ сонда да уже жалғыз шықпайтын болған. И байқасаңыздар, балконда тренд түсіп жүрген жоқ. Енді үйренетін жар енді қайттан. Сонымен достар, бізде ас бөлмеміз осындай.
шағын, өзімізге ыңғайлы. Білесіздер, бізде әкемізбен кешкі асқа тек кешкі үстелде ғана жолығамыз, иә. Азанғы, түскі асты ол жұмысында жеді, ол жұмысында көбінесе. Достар, бұл кухняға мен не қостым жаңадан? Мен жаңадан тоңазытқыш қостым, және де абырой фильтрінің қостым. Ақтау қаласының осы жергілікті бизнесмен жас балалардың жұмысы екен. Осы абырой фильтрін ойлап тапқан екен. Өте керемет, екі позицияда су ағады. Біреуі кәдімгі таза су, біреуі неоновый су деді ау деймін. Азанда аш қарынға ішесің, жатарда бір жаңа стакан тағы да ішіп жатасың. Коланың орнына жүреді деді ғой. Тамақты тез қорытып жібереді деді. Сонысына қатты ұнатып, осы абырой фильтрінің құрғызған болатынмын, достар. Білетін шығарсыздар, Ақтаудан осы үйінде осыны құрғызғандар. Мен деп жаза кетіңіздерші. Жалпы осы, достар. Жалпы білесіздер, біз үйді ремонтымен, таза, жаңа, енді жасалған ремонтымен алған болатынбыз. Бұл үй 2020 жылдар пайдалануға берілген екен, бірақ бұрынғы тұрған үй иелері 2 жылдай ма, 3 жылдай ма ремонт жасамай бұл үйге көшпеген екен. Осы жақында 1-2 жылдың көлемінде жасап бітіп көшкен екен. Одан қайтадан енді біттік па деген кезде, біз қазақпыз ғой енді. Үйді кеңейтейік, келін түсті, немере пайда болды деп үйлерін олар кеңейтті, ал біз үйлі болдық. Екі жаққа да пайдасы тиді. Жалпы үйдің бәрі түс қағаз, абой. Оны да сұрап жатқан кішкентай қыздар бар. Абай, үйіңіз абой ма, жоқ евро ма деп. Евро деген мен ойладым, мынау краскілеп қоятын дуалды сұрап жатыр ма екен деп, қабырғаны краскілегенді айтып жатыр ма екен деп. Бізде үйдің бәрі түс қағаздар. Әдемі таңдаған. Жалпы бұл үйді бір көріп ұнатқан себебім, гүл түс қағазды еш жерде кездестірген жоқпын. Жансаяға да маған да ұнамаушы еді. Бәрі бір однотонный дейма, бір түсте. Кухняға нәзік сары түсті таңдаса, мына жаққа нәзік ақ түсті таңдаған, холға сұр түсті таңдаған. Мынау более бір қоңыр ма, сонда коричневый түсте. Қыздардыкі екеуінікі бір түсте. Мына жермен мынау бірде ау дейме? 2 обой бірде. Үйдің қабырғалары түс қағаз. Оны да сұрап жатқан қыздар. Бізде ваннаның да осы шомылатын, қол жуатын жерімізде кафелі қатты түсі ұнады. Әдемі, қатты яркий емес, қатты әппақ емес, қатты қап-қара емес, темный емес, ортадағы средний әдемі түс таңдалған. Оны біз осы үйдің бұрынғы жаңағы иелеріне рахмет айтамыз. Осындай әдемі дизайнерский стильде әрбір қабырғасына мән беріп ремонттағанына, иә, рахмет. Біздің де көңілімізден шықты. Ал достар, біздің үйімізге өз бағаларыңызды бере кетіңіздер. Жалпы өзіміздің ұнатқан үйіміз құтты болсын деген әрбір подписчигімізге осындай үй жұғысты болсын. Жұғысты болсын барлығыңызға да. Сау болыңыздар.